саламатсыздар ма балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 5 сынып 79 сабақ. Сабақтың тақырыбы саяхат және демалыс. Саяхат және оның түрлері. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды, жаттығуларды орындайтын боламыз. Лайк басып, подписка кнопкасын басып, мұқият қарап отырыңыздар. Ендеше бізге берілген бірінші тапсырма ребусты шешіп, бүгінгі тақырыпты болжаңдар делінген. Бұл жерде бізде сағат, жұмыртқа және жұмыртқаның ұясы хат берілген. Ребустың жауабы саяхат. Келесі екінші тапсырма мәтінді оқып, саяхаттың негізгі түрлерін атаңдар. Біздің елімізде көрікті жерлер мейлінше көп. Содан да болса керек, таңғажайып орындармен танысуға, халықтың салт-санасын, дәстүрін танып білуге, еліміздің көне қалалары мен ескерткіштерін көріп, тамашалауға ниет білдіретін саяхатшылар көп. Жалпы, саяхатшыларды осы айтылған жайлар ғана қызықтырмайды. Саяхаттың танымдық қызметімен бірге тәрбиелік, сауықтырушылық қызметі бар екенін естіп шығармауымыз қажет. Саяхат тынығудың ең негізгі түрі ғана емес, сондай-ақ дене тәрбиесі мәдениетіне тәрбиелеудің құралы. Жаяу шағын-шағынмен, қайықпен, атпен, велосипедпен тағы да басқа жүру арқылы белсенді түрде орындалатын жорықтар адамды жинақылық пен ширақтыққа үйретеді. Жорық кезінде саяхатшы жол жүру дағдыларын бойға жинауға, таныс емес жерлерде, ормандарда, тауда дұрыс бағыт ұстай білуге, жаңа, белгісіз жайларды іздеп тауып, ашуға, оларды бақылауға, есте сақтауға үйренеді. Енді астындағы сұрақтары: біріншісі, не себепті саяхатшылардың Қазақстанға қызығушылығы артып отыр? Екінші, жорық кезінде саяхатшы нені үйренді? Бірінші астындағы сұрақтың жауабы: себебі біздің елімізде көрікті жерлер өте көп. Екінші, жорық кезінде саяхатшы тауда дұрыс бағыт ұстай білуді, жол жүру жағдайларын бойға жинауға, белгісіз жайларды іздеп тауып ашуға, оларды бақылауға, есте сақтауға үйренеді. Ал келесі үшінші сұрақ: Қазақстанды таныстыру бейнежазбасын тамашалап өздерін тұратын аймақты шетелдік туристерге жарнамалаңдар. Төртінші, өздерің саяхат жасаған жерлерді суреттеп жазыңдар. Жазуда төл сөз автор сөзінен арнаулы тыныс белгілерін арқылы бөлінеді. Төл сөздің тыныс белгілері автор сөзі мен төл сөздің орын тәртібіне және төл сөзді сөйлемнің хабарлы, сұраулы, лепті және бұйрықты болуына қарай әртүрлі қойылады. Үшінші сұрақтың жауабы: сәлеметсіздер ме құрметті туристер, Қазақстанның ең көрікті жерлері Бурабайға қош келдіңіздер. Барлық әлем карталарында бүкіл жер бетінде Бурабай өзіне тән табиғатымен ерекшеленеді. Оның Қазақстанның Швейцариясы немесе Қазақстанның асылы деп аталуы бекер емес. Балалар, каналға лайк басып, подписка кнопкасын басып, сабақты соңына дейін мұқият қарап отырамыз. Ал төртінші тапсырманың жауабы: мен соңғы рет Алакөлге саяхаттап келдім. Алакөл тұзды, ағынсыз көл. Ол Алматы және Шығыс Қазақстан облыстарының шекарасында орналасқан. Көлдің оңтүстік-шығыс жағында Жоңғар қақпасы орналасқан. Ал келесі: төл сөз автор сөзінен бұрын орналасса. Төл сөз тырнақшаға алынады, не оның алдынан сызықша қойылады да төл сөз бас әріптен басталып жазылады. Соңына, егер ол хабарлы сөйлем болса, үтір, сұраулы сөйлем болса, сұрау белгісі, лепті немесе ерекше леппен айтылған бұйрықты сөйлем болса, леп белгісі қойылады да одан кейін автор сөзінің алдынан сызықша қойылады. Мысалы, бақытыңнан айналдым, балаша қуанған ақ ботам деп Дәмет бәйбіше өз қуанышын көз жасымен білдірді. Ғабит Мұстафин. Екінші, төл сөз автор сөзінен кейін тұрса, автор сөзінен соң қос нүкте қойылады. Одан кейінгі төл сөз тырнақшаға алынады, не алдынан сызықша қойылады. Мысалы, Міржақып Дулатов білмегеніңді біле көр деген тырнақшаға алынған және үтір сызықша қойылған. Енді келесі бесінші тапсырма: төл сөздің тыныс белгісін дұрыстап қойып, суреттерді саяхатқа шыққан балалардың іс-әрекеттері туралы
пікір алмасыңдар делінген. Иә, мына жерде балалар біреуі ағашқа су құйып жатыр, қоқыстарды жинап жатыр, ағаштарды түзеп жатыр. Иә, балалар. Арман мен Дастан бірге саяхатқа шығып, артында қалған қоқыстарды жинамай лақтырып кетті. Екінші, ал Асан мен Үсен атты балалар қоқыс пен қалдықтардың бәрін жинап кетті. Үшінші тапсырманың жауабы: ал Ғабит пен Сәбит екеуі саяхаттап жүргенде жаққан отты сөндіріп кетті. Олар табиғатты аялады. Төртінші, Медет пен Әлімжан табиғатты аяламай, ағаштың бұтақтарын сындырып тастады. Келесі алтыншы тапсырма: саяхат түрлерінің біріне балаларға арналған газет, журналдар мен ғаламторлардан қажетті ақпарат жинаңдар. Бірінші, тарихи ескерткіштер мұражайына саяхат. Екінші, теңіз түбіне саяхат. Үшінші, орманға саяхат. Төртінші, тауға саяхат. Жетінші, төл сөз бен автор сөзін қатыстырып, туған табиғатқа саяхат тақырыбында шағын мәтін жазыңдар. Алтыншы тапсырманың сұрағы: теңіз түбіне саяхат. Теңіз түбіне саяхат бұл естен кетпес, ештеңеге тең келмес саяхат. Теңіз саяхат жалғызда немесе екінші жартыңызда алып романтикалық саяхат жасауға болады. Үшінші, орманға саяхат. Орман жер бетіндегі табиғи қорлардың, оның ішінде өсімдіктер жамылғысының басты бір типі. Ормандары саяхат ең қызықты саяхат, себебі көп ағаш пен өсімдіктер мен жануарларды көруге болады. Ал келесі төртінші, тауға саяхат. Тауға саяхат жасау өте маңызды және пайдалы. Тауда таза ауа және керемет табиғат, көрікті жерлерді көруге болады. Таулар Қазақстанның басты табиғатының келбеті болып табылады. Келесі жетінші тапсырма: Қазақстанның кең даласын, биік тауларын, ормандары мен көлдерін көрген адам оны еш уақытта ұмыта алмайды. Біз жер шарының осындай сұлу, бай өлкесінде тұрамыз. Ол біздің отанымыз. Ал балалар, жетінші тапсырма: табиғаты әсем, сұлу қалалардың қатарына Алматы қаласын жатқызуға болады. Алматы Алатаудың қасында орналасқан. Алатау биік, әдемі тау. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар балалар.